Бір-бірімізді көре алмайтын емес, көре алмаса тұра алмайтын бауыр болайық. Адамның білімі аз болса да, мына 4 нәрсе оны жоғары көтереді: ұстамдылық, көркем мінез, қарапайымдылық, жомарттық. Адамның күні бар ма сыналмаған, бақ тайса мал менен бас құралмаған. Күніне 90 түрлі көрсең пәле, сонда да күдер үзбе бір Алладан. Амалыңды түзет, түземесең ешкімге кінә қойма. Беті жаманның айнаға өкпелеуі жөн бе, ниеті жаманның Аллаға өкпелеуі жөн бе. Ауыр істің салмағы білекке түсер, ауыр сөздің салмағы жүрекке түсер. Кейде бәрі сен қалағандай болмайды, бірақ сен үшін қайырлысы болатынын ұмытпа. Өмір Алланың бізге берген ең үлкен сыйы. Біз оны сұраған жоқпыз, бірақ ол бізге берілді. Сондықтан әр сәтін қадірлеу парызымыз. Адам өмірі қайталанбайтын ғажайып. Бүгінгі күн ешқашан қайтып келмейді, сондықтан оны мәнді өткізу маңызды. Өмірдің әрбір таңы жаңа бастама. Кеше болған қиындықтар сабақ, бүгін мүмкіндік. Адам үшін ең құнды байлық денсаулық. Ақша табуға болады, бірақ денсаулықты сатып ала алмайсың. Бақытты болу үшін көп нәрсе керек емес, жүректің тыныштығы жеткілікті. Өмірдің мәні махаббат пен мейірімде. Сүйе білу шынайы өмір сүрудің белгісі. Жақсылық жасау өмірді мәнді ететін қасиет. Бір жылы сөзбен де біреудің күнін жарық етуге болады. Өмір сынақ алаңы. Бірақ әр қиындық бізді шыңдайды, әрі мықты етеді. Адамдар үшін ең маңызды нәрсе отбасы. Тірегің, жүрегіңнің тыныштығы солардың амандығында. Қадірлей білмеген өмір бос өткен уақыт. Әр сәтке шүкір деп қарау өмірге ризашылықтың белгісі. Өмірдің әрбір сәті қайталанбас ғажайып. Ұсақ түйек бақыттарды байқа үйрен. Ақша өмірдің мәні емес, тек құрал. Шынайы байлық, тыныш жүрек пен мейірімді жан. Өмірдің ұзақтығы емес, мағынасы маңызды. Аз өмір сүрсең де, өзгеге пайдаң тисе, сол нағыз тірлік. Жақсы адамдармен өткізген уақыт өмірдің ең бағалы сәті. Өмір тек өзің үшін емес, өзгелерге де жарық бере болуда. Бір адамның өмірін жеңілдету үлкен ерлік. Қайғы уақытша, ал үміт мәңгілік. Өмір үнемі алға жылжиды, сен де бірге ілесе жүр. Қатыгез болма, өйткені әр адамның ішінде күресіп жатқан өз дүниесі бар. Бір күн өмір 1000 армандағанға бұйырмайды. Сондықтан бүгінгі күн сен үшін берілген сый екенін ұмытпа. Уақыт ең қымбат байлық, өткен уақыт қайтып келмейді, сондықтан оны бағала. Дос өмірдің айнасы, шынайы доспен өмір жеңілдейді.
Өмір тыныштықты сүйеді. Артық уайым мен ашу жанды тоздырады. Бала өмірдің жалғасы, оның күлкісі болашаққа деген сенімді оятады. Ата-ана өмірдің шуағы. Олар аман болса, өмірде барлық нәрсенің мәні бар. Сабыр өмірдің кілті. Барлық қиындықтың артында жарық бар екенін ұмытпа. Өмірде бәрі өткінші, тек жақсы амалдар мәңгі қалады. Кешірім жүрек ерлігі. Кешіре білген адам өз-өзімен бейбіт өмір сүруге рұқсат береді. Өмірдің дәмі қарапайым қуаныштарда. Бір шыны шай, жақсы әңгіме жанға шипа. Адам өмірінің шынайы мәні артында із қалдыру. Біреуге берген көмегің, айтқан жақсы сөзің сенің өлмес мұраң. Адам адамға тірек. Адам баласы жалғыз өмір сүре алмайды. Қиындықта демеу, қуанышта ортақтас болар жан керек. Бір жылы сөз, бір қолдау өмірді өзгерте алады. Кейде үнсіз жанашырлықтың өзі жаныңды жазып жібереді. Адамның адамға сүйеніш бола алуы өмірдің ең үлкен құндылығы. Адам адаммен ғана бақытты. Бақыт деген жалғыздықта емес, жанындағылармен бөліскен сәтте, қуанышта, сағынышта, күлкіде, бәрі бөліскенде ғана шын мәнге ие болады. Жаныңды ұғатын, ойыңды түсінетін адам бар болса, сен ең бай адамсың. Өмірде ең үлкен байлық, жақсы адамдардың жанында жүру. Адамның адамға бір ауыз жылы сөзі мың емнен артық. Бұл өмірде кездестірген әр адам бізге бір сынақ, бір мүмкіндік. Біреуге қолдау болу, біреуге кешірім беру адамдық парызымыз. Адам баласы бір-біріне берілген аманат. Сол аманатты қадірлеу адамгершіліктің биік шыңы.